Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағаланың сәттілігін тілей отырып, осы бір оқиғаны баяндауды жөн санадық. Кезекті бір дәрісінде ұстазымыз доктор Ато Ас-Симбати басынан өткен мына бір оқиғаны айтып берді. Докторлықты қорғағаннан кейін үлкен университетте профессордың көмекшісі болып тағайындалдым. Жұмысым жақсы жүріп жатты. Бірақ кездейсоқ жағдай көңілімді қатты алаңдатты. Сол университетте жұмыс істейтін үлкен жастағы бір профессор мені көрсе жақтырмай қарап, керек десеңіз сәлемімді алмайтын болды. Ол адамды сыртынан ғана танимын. Алдында жасаған ағаттығым да жоқ еді. Мен туралы ол кісіге кім, не жаман нәрсе айтқанын біле алмады. Бірде көп адамның ортасында тұрып, сұқ саусағын шошайтып, «Мынау Ато деген жігіт мәнсапқор, дұрыс азамат емес» деп айтқанын естіп қалдым. Ішімнен не мәнсап екен? Докторлығымды өз еңбегіммен бітірдім. Көмекші болып жұмыс істеймін. Елдің бәрі істеп жүр ғой деп қоям. Бір күні қабырғада ілінген хабарландыру тақтасынан әлгі адамның әкесі қайтыс болғанына байланысты көңіл айту жөніндегі хабарландыруды көзім шалды. Жаназасы осы күні, осы сағатта, осы мешітте өтеді деп те жазылған. Не істерімді білмедім. Алдына барып, әкесіне көңіл айтсам, қуып та жіберуі мүмкін. Үйге барған соң почтаға телефон соғып, әлгі адамға көңіл айту телеграммасын жіберейін деп шешіп, солай жасадым. Шамасы бір аптадан кейін университетте әлгі профессорды көп адамдармен бірге тұрғанын көрдім. Ішімнен тағы не айтады екен деп алаңдап барам. Бір мезетте әлгі адам мені көре салып, «Ей, Ато балам, тоқта, бері кел» деді. Содан соң айналасындағы университет ұжымына, «Халайық, мен мына Ато бауырым туралы жаман ойлап жүріппін өсекке сеніп. Бұл жігіт нағыз азамат екен. Кеше әкем қайтыс болғанда менің атыма көңіл айтып телеграмма жіберіпті. Телеграмманы оқып сенер-сенбесімді білмей қалдым. Мен оны қаншама тілдесем де маған осылай мәміле жасады. Барлығыңыздың ортаңызда одан кешірім сұраймын деп келіп, мені құшақтады. Кейіннен Осақ екеуміз айырылмас дос болып кеттік. Бұл жағдайға ұқсас жағдайда әр қайсымыз болуымыз мүмкін. Сонда не істеуіміз керек? Алла тағала Фуссилат сүресінің 34-ші аятында көрсеткен жолмен жүруіміз қажет. Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досың айналғанын көресің. Менің басыма тура осы аяттағыдай жағдай болды. Өйстіп әңгімесін аяқтады. Расында атам қазақ айтқандай таспен атқанда аспен ат демекші, қандай жағдайда кешіре білген адам озады. Қиямет күні таразыға тартылмайтын 3 амалдың бірі де осы ғой. Яғни сабырлылық, ораза, кешірімділік. Алла баршамызға көркем мінезді, кешірімді болуды нәсіп етсін.